Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 37-ші сабақтың тақырыбы екі таңбалы сандарды разрядтан аттамай жазбаша қосу және азайту. Балалар, каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Каналда басқа да сабақтар бар. Бірінші тапсырмада қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір дейді. 34-ке 23-ті қосқан, я? Қараңдар. 34-ке 23-ті қосқанда біз разрядты қосылғыштың қосындылары ретінде қарайық. 34 дегеніміз 30 мен 4-тің қосындысы, 23 дегеніміз 20 мен 3-тің қосындысы, я? Енді ондықтарды қосамыз. 30 мен 20-ны қоссақ 50 болады. Енді бірліктерді қосамыз. 4 мен 3-ті қоссақ 7. 50-ге 7-ні қоссақ 57 болады. Енді азайтуды қарайық. 57-тен 23-ті азайтайық. 57 дегеніміз 50 мен 7-нің қосындысы, я? Қосылғыштардың разрядты қосылғыштардың қосындысы ретінде қарастырсақ. Ал 23 дегеніміз 20 мен 3-тің қосындысы. Енді ондықтан ондықты аламыз. 50-ден 20-ны алсақ 30 болады. Бірліктен бірлікті алайық. 7-ден 3-ті алсақ 4 болады. Сонда 30-ға 4 қосақ 34 болады. Балалар, негізі қосу мен азайтуды баған түрінде орындайтын болсақ, ол бізге жеңілдеу болады. Баған түрінде қалай орындаймыз? Екінші тапсырмаға қарайық. 34 қосу 23. Алдымен қосылғыштардың бірліктерін қосамыз, я? 4-ке 3-ті қосамыз, 7 болды. Енді қосылғыштардың ондықтарын қосамыз. 3-ке 2-ні қосамыз, 5. Сонда 57 болады. Енді бірліктерді қосады екенбіз, ондықтарды қосады екенбіз. Енді тура солай есеп шығарып көрейік. Үшінші есепте 52 қосу 16 дейді. 52-нің астына жазамыз 16-ны. Енді бірлікке бірлікті қосақ, 6-ға 2-ні қоссақ 8, ондыққа ондықты қосамыз, 5-ке 1-ді қоссақ 6, ондықтқа 6-ны жазамыз, сонда 68 болады. 34-ке 65-ті қосақ, бірліктерді қосақ, 4-ке 5-ті қоссақ 9, ондықтарды қосамыз, 3-ке 6-ны қоссақ 9. Яғни бұл жерде ондықтың астына жазамыз, я? Сонда онымыз ондық болады, 99. 25 сантиметрге 43 сантиметрді қосамыз. Бірлікке бірлікті қосамыз, 5-ке 3-ті қоссақ 8, 2-ге 4-ті қоссақ 6. Сонда 68 сантиметр болады. Енді баған түрінде азайтудың қалай орындалғанын қарайық. Тура осы қосы сияқты орындалады. Бұл жерде азайту, я? 57-тен 23-ті аламыз. Бірліктен бірлікті азайтамыз. 7-тен 3-ті алсақ 4, я? Бірліктің астына 4-ті жазамыз. Енді ондық 5-тен 2-ні аламыз, я? Ондықты. Сонда 3 болады. Оны ондықтың астына жазамыз. Сонда 34 болады. Азайтуда да біз бірліктен бірлікті азайтамыз, ондықтан ондықты азайтады екенбіз. Енді 5-ші тапсырмаға қарайық. Мысалдарда баған түрінде жазып шығар дейді. 56 алу 24. 56-ның астына жазайық, я? 6-дан 4-ді алсақ 2, бірліктің астына жазамыз, 5-тен 2-ні алсақ 3. Сонда 32 болады. Одан кейін 85-тен 32-ні аламыз. 5-тен 2-ні аламыз 3, 8-ден 3-ті алсақ 5. 53 болады. Енді 69 дециметрден 27 дециметрді алайық. 9-дан 7-ні алсақ 2, бірліктің астына жазамыз, 6-дан 2-ні алсақ 4, ондықтың астына жазамыз, сонда 42 дециметр болады. 6-шы тапсырмада мәселе есеп берілген екен. Күзгі демалыста мектебімізден 32 бала мұражайға, ал 11 бала циркке барды. Мұражай мен циркке барлығы неше бала барды дейді. Берілген жазайық. Мұражайға 32, циркке 11, барлығы қанша? Оны табу үшін екі жаққа да барған балаларды бір-біріне қосамыз, я? 32-ке 11-ді қосақ. Баған түрінде орындайық. 32-ке 11-ді қосақ, 2-ке 1-ді қосамыз 3, 3-ке 1-ді қосақ 4, ондықтың астына, я? Сонда 43. Жауабы барлығы 43 бала барды. Енді 7-ші тапсырмада тағы да баған түрінде есептейік барлығын. 75-тен 33-ті аламыз. 5-тен 3-ті аламыз 2, 7-ден 3-ті аламыз 4, 42. 24-ке 35-ті қосақ, 4-ке 5-ті қосақ 9, 2-ке 3-ті қосақ 5, 59. 83-ке 16-ны қосақ, 3-ке 6-ны қосақ 9, 8-ге 1-ді қосақ 9, яғни 99 болады. 76-дан 52-ні аламыз. 6-дан 2-ні алсақ 4 болады екен. Ондықтағы 7-ден ондық 5-ті алсақ 2, я? Яғни 24. 45 килограмнан 34 килограмды аламыз. 5-тен 4 алсақ 1, 4-тен 3 алсақ 1, яғни 11 килограмм болады. 83 метрге 16 метрді қосайық. 3-ке 6-ны қосамыз, алдымен бірлікке бірлікті қосамыз, я? Сонда 9 болады. 8-ге 1-ді қоссақ 9, яғни 99 метр болды. Енді 8-ші тапсырмада
1, 9, 6 және 3 цифрларын пайдаланып ең үлкен және ең кіші екі таңбалы сандарды жаз. Осы екі санның айырмасының мәнін баған түрінде жазып есепте дейді. Қараңдар, ең үлкен сан бұл жерде қандай болады? 1, 9, 6, 3. Сол цифрдың ішінен ең үлкені 9 болады, одан кейінгі үлкені 6, яғни ең үлкен сан 96 болды. Енді ең кіші екі таңбалы сан, бұл жерде ең кішісі 1, одан кейін 3, яғни 13 болады. Енді осы екеуінің айырмасының мәнін баған түрінде есептейік. 96-тан 13 аламыз. Бірліктен бірлікті алайық, 6-дан 3 алсақ 3 болады, 9-дан 1 алсақ 8, яғни 83-ге тең екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.